Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Абу Плей арнасы. Бүгін бірде достар подписчиктермен бірге осындай керемет лаки блог ашатын боламыз. Наның барлығы менің подписчиктерім достар, яғни стримда отырып бірге қабылдап бірге ойнап жатырмыз достар. Так что менімен бірге ойналарың келсе достар, менің арнама тіркеліп лайктарыңды басыңдар. Яғни кім көп лайк басатын болады, и соны мен өзім дүрземен қабылдап, тура өстіп менің қасында бірге ойнай алатын боласыңдар достар. Так что шарт тек осы ғана лайк басасыңдар, и комментария жазып кетесіңдер. Болды достар. Ема достар, менің қасында міне Ерхан бар, Аленур бар, ха-ха-ха бар, міне не дейді мынау? Еларыс дейді бар, міне достар. Аленур, айттым ғой вроде Аленур да, міне достар, көрдіңдер ғой, осындай керемет өзімнің подписчиктерім бар достар. Потолок па? Еще достар, менің TikTok стримімда 150-130 адам отыр достар. Так что мына лаки блогты, споки лаки блогты ашқанымды қаласыңдар, лайктарымды басыңдар ал достар. Ал чат не дейсіңдер, айтыңдаршы, ашайын ба, ашпайын ба? Чат жазыңдар, давай, не түсет деп ойлайсыңдар, чатқа толтырыңдаршы. Құрметті ағайындар, яғни құрметті достар, ютубтағы менің құрметті оқырмандарым, құрметті бауырлар, сендер де қалай ойлайсыңдар? Чатқа жазып кетіңдер, қандай лаки блог немесе қандай брейнрот түсет деп ойлайсыңдар, төменге жазып кетіңдер, давайте. Толтырыңдар достар ал. Не түсет деп ойлайсыңдар ал? Ал құрметті ағайындар, горилла түсет дейді беру. Қайсысы горилла? Анау ма Кинг-Конг па? Кинг-Конг бүйтіп екі видеосын ұратын сол ма? Ема достар, не ойлайсыңдар? Қандай зат түсет деп ойлайсыңдар, айтыңдаршы достар. Маған қызық ше, просто ше, маған өте қызық сендердің ойларың. Қалай ойлайсыңдар, төменге жазып кетіңдер ал. Нони түсет дейді. Біреу нони түсет дейді ғой, құрметті ағайындар. Яғни TikTok-тағы стримдағы оқырмандарын жазып жатыр. Біреу нони түсет дейді, біреу анау түсет дейді, біреу мынау түсет дейді. Мен білмеймін енді. Есок секола дейді. Есок надо түспейді ғой дейді негізі, түсе ма бұдан? Надо есок түсет деп ойлайсыңдар ма шынымен? Қалай ойлайсыңдар? Біреу тұрар түсет дейді ғой. Сенің тұрар досың. Ашай ма достар? Ал кеттік ал, мен күттім ал, ашамыз ал. 1, 2, 3, 4 ал. 5. Давай. Не береді екен ал? Давай. 40. Ой, буй, бай-ай. Ема достар, не болып жатыр, ей? Так достар, егер кімде-кім осы капучино, кловино кім ұтып алғысы келеді, сол адамға өте керемет мүмкіндік достар. Оның шарттары менің арнама тіркеліп, яғни осы шығып отқан видеоға лайктарыңды басасыңдар, болды достар. Төменге өздерінің никтарын жазып кетуді ұмытпаңдар. Егер кімде-кім осы брейнротты кім алғысы келеді, шарттарды орындауды ұмытпаңдар. Өте оп-оңай шарт. Дұрыс па чат? Ал достар, кеттік ал. Біз біртінде көрсетіп шығайын бадаларды. Кім қайда ба? Жынды бадаларын көрсетіп шығай сендердің. Артына жындыр кеттік. Бадаларын көрсетіп шығайын сендердің. Так, бірде достар, бірде Ерханның бадасын қараңда достар. Бірде Ерханның бадасы лорд тралала не ма? Шайып кеттін. 100 миллион секундына бірде 5 миллион береді достар, ойландаршы. И бірде 9 дейді. Екеуінің айырмашылығы почти бірдей, бірақ неге бағалары қымбат? Бірде 3 береді. Бағана номес па? Дуй дейтін сол ғой, и басқа ма? Лос матойы ғой, ё-моё. Ұқсап кетті ғой. Мына дуй бар екен достар. И мына жерде дуй тоже бар, тоже бар. Немене дуйдың бәрі жинап алған ғой бәрі? Бәрі жинап алған ғой дуйды. Мыяқта Джек Горилла дейтін бар еще. Еманы достар, маған қараңдар. Наны кім маған бере алады достар, мынандай Джек Горилла бере аласыңдар ма? Айтыңдаршы, подарок етіңдерші маған. Осыны алайын ба? Ема достар, бізге Ерхан, яғни менің подписчигім. Ойбай, мен бадамда пустой емес қой, ё-моё. Ерхан деген подписчигім достар. Алып кетеші біреуінке. Достар, менің Ерхан деген подписчигім маған жаңағы Джек Горилла дейтін бар ғой, соны берген де отыр ғой, подарок дейтін де отыр кәдімгідей. Алып кет. Ема достар, потолок па? Кімде мынандай подписчик бар айтыңдаршы, Ерхан дейтін. Не дейді? Екеу берем дейді. Ема достар, маған екеу берем дейді. Ё-моё, потолок. Кәне нан алу керек па маған Джек Горилланы? Ё-моё достар, қараңдар. Джек Горилла. Потолок достар, әдемі. Четко от души Ерхан. Әдемі, рахмет. Мына потолок болды. Так, менен бар ғой, тағы бірден алып кетшіке Коруко. Ема достар, маған симағанды Коруко дейтін қасында өзінің подписчигім бар. Тағы да баяғыдан бірге ойнайтын, яғни оны олдтар танитын шығар. Соған сенгендіктен соған мен өзімнің немді беріп жатырмын, короче. Ерхан, не бересің? Көрсетші ал. Ерхан тағы бір зат берем дейді. Бір зат деген, короче, бір горилла берем ма? Горилла ма? Наны бересің ба? Ема достар, Ерхан бізге тағы да горилла берейін деп отыр.
потолок па, ё-майо. Анау жақында шықты ғой негізі, по идее. На горелла дейтін. Чат, дұрыс па? Жақында шыққан не ма? Брейнрот қой, чат. Құрметті ағайындар, осы жаңағы бізге горелланы берген Ерхан деген өзімнің керемет подписчигім достар. Кімде осындай керемет подписчиктер бар, ё-майо. Ерхан от души еще аккаунты осындай достар. Түрдетсіздер болады. Так, дальше біз көрек. Мына жерде Коруконың бадасын көрек. Бізде Коруко бадаң. Мені ұстап алдың ғой, Ё-майо. Ұстап қалдым ғой мына жерге. Так, мына жерде бар ғой. Коруко сен бешекесің бар ғой натури. Жоқ ішінде. Так, мынақта Еларыс дейді. Қараңдар достар, Еларыста не бар екен көрейікші ал. Бізде Еларыста, мам. Мынандай кімде бар? Мына кім бере алады? Мына құшты. Жігіттер. Кім бере алады? Берейін ба аға дейді. Бересің ба? Бересің ба, родной? Ема достар, менің подписчиктерім ақ көңіл екен ғой, Я дейді. Кәне бадамды ботатып келейін, Күте тұр, ботатып келейін бадамды. Ема достар, потолок мынау енді. Ёптыгідік. Ё-май, өшіре салам керек емесін. Өте керемет, анда ұшатын бар ғой, құс бар ғой, соны берейін жатыр ғой. Бүркіт бар ғой, бүркіт. Қазақ тіліне айтқанда енді жалпы. Бүркіт, короче. Ема достар. Ё-майо, қараңдар достар, потолок па? Ай, мынау бәрі видеоға кететін болды ғой, Кім ұрды мені? Кім ұрды? Жоптыгіді қалма, алып барасам, құтқарсыңдар ма? Алып кетікті. Енді арасында ондай подписчиктер бар енді, мән бермеңдер, Мыналар енді видеоға түсу үшін өстеді ғой енді. Ондай подписчиктер бар енді достар. Опа, достар, от души. Бізге берген қандай подписчигім берді маған? Көрейші кәні. Атын жаттап алыңдар. Бір минут родной. Атын жаттап алыңдар. Еларыс деген мен подписчигім, оқырманым, маған өте керемет брейнротты берді достар. От души Еларыс, рахмет. Өркенің өссін десең, Джек Горелла, бізге мындай Джек Горелладан біреу берді, мынандай бар, еще бізде мынау бар достар. Рахмет достар, әдем кетті. Туркел дейді ғой біреу. Ай бай, не істеватсыңдар. Буыпқа тіркеліп кетіңдер дейді достар. От души жігіттер, бәріңе рахмет. Осындай менің керемет подписчиктерім бар. Барлықтарыңа рахмет. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Яғни бағанағы мен сендерге айттым ғой, өте керемет брейнротты подарок етем деп дұрыс па? Мынау капучино, кловино дейтін бар ғой, міне тұр ғой, міне, мынау тұр ғой ортада. Осыны кім алғысы келеді, шарты оп-оңай. Осы видеоға лайктарыңды басарсыңдар, арнаға тіркеліп кетесіңдер. Болды достар. Барлықтарыңа рахмет, барлықтарыңа сәттілік. Давайте достар, аманшылықта көріскенше.